Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен биологияны жетік меңгеремін онлайн курсының авторы Шакаримова Арда Қалымқожақызы. Сіздермен бүгін біз 7-ші сыныптағы қозғалыс тарауын қарастырамыз. Қозғалыс дегеніміз бір орыннан екінші орынға орын ауыстыру. Мысалға алатын болсақ, тірі ағзалардың ішінде еркін қозғалатындары ол жануарлар. Өсімдіктер бізге қозғалмайтын сияқты болып көрінеді, бірақ негізінен алғанда өсімдіктер орын ауыстырмағанымен де белгілі бір қозғалысқа тән әрекеттерді жасайды екен. Жалпы өсімдіктердің қозғалысын 3 топқа бөліп қарастырамыз. Біріншісі трапезмдер, екіншісі таксис, үшіншісі настя. Трапезм дегеніміз өсімдіктің белгілі бір бағытқа бағыттала өсуі, өсу арқылы қозғалу екен. Екіншісі таксис. Таксис дегеніміз ол ағзаның бір орыннан екінші жерге еркін қозғалуы. Бұндай қозғалыс бір жасушалы балдырларға тән екен. Яғни бір жасушалы балдырлар бір орыннан екінші жерге еркін қозғалады. Енді үшіншісі настя. Бұл өсімдіктің белгілі бір мүшесінің сыртқы тітіркендіргішке берген жауабы, жекелеген жауабы. Бүкіл ағза емес, белгілі бір өсімдіктің жапырағы, қабағы немесе гүлі жекелеген қозғалыс жасайды. Осыны біз настя деп атайды екенбіз. Балалар, енді трапезмді қарастырамыз. Трапезмдер дегеніміз, жаңа айтты, өсімдіктің белгілі бір бағытқа қарай бағыттала өсуі. Трапезмнің келесідей түрлері бар екен, бұл геотрапезм. Геотрапезм дегеніміз бұл өсімдіктің жердің тартылыс күші немесе жерге қарай бағыттала өсуі. Мысалға алатын болсақ, тамыр жерге қарай бағыттала өседі. Екіншісі бұл фототрапезм. Фототрапезм дегеніміз өсімдіктің күнге қарай бағыттала өсуі. Кей жағдайда бұны гелиотрапезм деп атайды. Үшіншісі гидротрапезм. Өсімдіктің суға қарай бағыттала өсуі. Төртіншісі аэротрапезм. Бұл өсімдіктің ауаға қарай бағыттала өсуі екен. Келесісі хемотрапезм. Бұл өсімдіктің химиялық заттарға қарай бағыттала өсуі екен. Яғни трапезм бағыттала өсу. Мысалға алатын болсақ, трапезмнің өзі оң трапезм, теріс трапезм деген болады. Мысал үшін тамырларға оң геотрапезм тән, бірақ теріс фототрапезм, себебі тамыр жерге қарай бағыттала өседі, бірақ күнге қарай емес, сондықтан оғаларға оң геотрапезм, теріс фототрапезм тән. Ал сабаққа керісінше оң фототрапезм, ал жаңағы теріс геотрапезм тән екен. Алдарыңызда осы трапезмнің суреттері де көрсетілген. Аса мұқият болып еске сақтап алу ұсынылады. Келесі таксис дедік. Таксис дегеніміз ол өсімдіктің жалпы ағзаның еркін қозғалуы бір орыннан екінші орынға. Бұл хламида монада, хлорелла сияқты бір жасушалы балдырларға тән. Олар бір орыннан екінші орынға қозғала алады. Бұл жерде фототаксис деген, яғни бір жасушалы ағзалардың күннің түскен жаққа қарай қозғалуы, соған қарай бағыттала баруы. Келесі хемотаксис, яғни химиялық заттардың әсеріне қарай жауап ретінде еркін қозғалуы. Үшіншісі бізде термотаксис, яғни жылулықтың әсеріне қарай еркін қозғалып жауап беру екен. Таксис бұл бір жасушалы балдырларға, бір жасушалы ағзаларға тән екен. Еркін қозғалу деген мағынаны білдіреді. Келесі өсімдіктің қозғалысының түрі ол настя. Настя дегеніміз өсімдіктің белгілі бір мүшесінің сыртқы тітіркендіргішке жауап ретінде берген жауабы. Бұл фотонастя дегеніміз бұл күн сәулесінің әсеріне жекелеген мүшенің берген жауабы. Мысалға алатын болсақ, бізде күн бағыт, күннің қандай жағына қарай болса, түсті соған қарай басын бұрады. Бұл фотонастяға мысал. Келесі термонастя. Термонастя бұл өсімдіктің жекелеген мүшесінің температура әсеріне берген жауабы. Мысал үшін күн салқындағанда күлтелер жабылып қалады. Бұл күн жылығанда қайтадан ашылады. Бұл термонастя екен, яғни жекелеген мүшесінің қозғалысы. Келесі бізде балалар, бұл сейсмонастя, яғни бұл жанасуға берген жауабы екен.
мысалға болсақ, мимоза атты өсімдікті біз жапырағын ұстасақ, ол өсімдік жапырағы жиырылады. Сол сияқты аулағыш құралы бар шыршылдық атты өсімдіктің бізде жапырағы бунақ дене келіп қонған кезде ол жабылып қалады. Неге? Себебі ол бунақ дене жанасу соған әсерінен шыршылдықтың жапырағы жабылады екен. Яғни Настя деген жекелеген мүшелердің тітіркенгішке берген жауабы. Өсімдіктерге тағы да бір тән әрекет, ол фотопериодизм екен. Фото деген жарық, периодизм, яғни уақыт деген сөз. Мысалға болсақ, бізде өсімдіктер болсын кез келген тірі ағзалар күннің ұзақтығына сай өзінің тіршілік әрекетін сәйкестендіреді екен. Яғни фотопериодизм дегеніміз тірі ағзалардың жарық ұзақтығына байланысты өзінің де жүретін әрекеттерді өзгерту қабілеті. Мысалға болсақ, күн ұзақтығы азайды күзге қарай. Сол кезде өсімдіктердің жапырағы түседі, құстар жылы жаққа ұшып кетеді, қысқы ұйқыға жататын ағзалар қоректерін жинақтап қысқы ұйқыға жатады. Бұның барлығы күннің ұзақтығына берген жауап. Керісінше, күн жылынған уақытта, күннің ұзақтығы артқан уақытта, мысалға болсақ, көктем уақытында олар жылы жақтан ұшып келеді құстар, өсімдіктер бүршік жара бастайды. Яғни бұның барлығы ағзаның күннің ұзақтығына, жарықтың ұзақтығына байланысты өз әрекеттерін сәйкестендіруі, өзгертуі екен. Бұл фотопериодизм деп аталады екен. Яғни осыған байланысты біз өсімдіктерді екі топқа бөледі екенбіз. Біріншісі ұзақ күнді өсімдіктер, екіншісі қысқа күнді өсімдіктер. Ұзақ күнді өсімдіктер, оларда поляр түні, поляр күні бейімделген тундра өсімдіктері жатады екен. Мысалға болса, ошаған 21 сағат болған уақытта ғана гүлдейді екен. Яғни оларда өздеріңіз білесіздер, кейбір уақытта күндіз уақыт көп болады, кейбір уақытта түн уақыт көп болады. Яғни бұл тундраға тән өсімдіктер ошаған. Енді келесі қысқа күнді өсімдіктер. Бұл тропиктік қоңыржай белдеудің және өсімдіктері екен. Ол жерде күннің ұзақтығы қысқа болады. Яғни түн мен күн сондай 21 сағаттай ұзақ емес, яғни қысқа күн ғана болады екен. Біздің Қазақстанның өзі осы қысқа күнді өсімдіктер өсетін аймақ болып табылады екен. Яғни Қазақстанда өсетін өсімдіктер қысқа күнді, тропиктік және қоңыржай жағдайда өсетін өсімдіктер қысқа күнді, ал тундрада өсетін өсімдіктер ұзақ күнді өсімдіктер болып табылады екен. Оларға күннің түсуі 6-7 сағат болғанның өзі жеткілікті болып табылады екен. Енді осы тірі ағзаларға тән тағы да бір құбылыс, ол биологиялық ырғақ. Яғни бұл уақыт өту барысында тірі ағзаларда жүретін тіршілік әрекеттердің қайталануы. Мысалға болсақ, таңертеңгі уақытта күлтелер ашылады, түнгі уақытта күлтелер жабылады. Сол сияқты бұл тәуліктік ырғақ. Мысалға болсақ, күзде құстар жылы жаққа ұшып кетеді, көктемде ұшып келеді. Бұл маусымдық ырғақ. Сонда ырғақ дегеніміз тірі ағзаларда жүретін тіршілік әрекеттердің уақыт өту барысында қайталануы екен. Енді балалар, біз жануарлардың қозғалысын қарастыратын боламыз. Жануарлар еркін қозғалады. Сондықтан, мысалға болсақ, жаны бар деген сөзден шыққан жалпы жануар деген. Яғни қозғалады, жаны бар. Жануарлардың қозғалысқа келтіретін олардың қаңқасы. Жалпы жануарлардың қаңқасын біз келесі топтарға бөледі екенбіз. Біріншісі экзоқаңқа, екіншісі эндоқаңқа, үшіншісі гидростатикалық қаңқа. Экзоқаңқа дегеніміз ол сыртқы қаңқа, яғни ағзаның қаңқасы сыртында орналасады. Мысалға болсақ, экзоқаңқа буын аяқтылар типінің өрмекшілерге, бунақ денелерге, шаяндарға тән екен. Екіншісі эндоқаңқа, яғни қаңқа ағзаның ішінде орналасады. Оның сыртында бұлшықеттер болады. Эндоқаңқа, ішкі қаңқа. Ол барлық омыртқалы жануарларға эндоқаңқа тән екен.
Үшіншісі гидростатикалық қаңқа. Гидростатикалық қаңқа дегеніміз бұл ағзаның ішіндегі сұйықтық болады. Сол сұйықтық бұлшықеттерге әсер етеді. Соның әсерінен ағза қозғалады. Гидростатикалық қаңқа ұлуларға, құрттарға, ішек қосыларға тән екен. Енді жекелеген жануарлардың қалай қозғалатындығын қарастыратын боламыз. Ең бірінші бұл қарапайымдылар. Қарапайымдылар өздеріңіз айтқанбыз, денесі бір ғана жасушадан тұрады. Оларда қозғалыс органоидтары болады екен. Мысалға алатын болсақ, амеба атты жануар жалған аяқтарымен қозғалады. Ал кірпікшелі кебісше бұл бізде денесіндегі кірпікшелерімен, жасыл эвглена бізде талшықтарымен қозғалады екен. Яғни қарапайымдылардың қозғалыс мүшесі, бұл қозғалыс органоидтары жаңа айтып өткендей. Келесі бізде үлкен топ ол құрттар. Құрттардың қозғалыс мүшелері, яғни денесін қозғалысқа келтіретіні, оларда жаңа айттық гидростатикалық қаңқа деді. Оларда тері бұлшықет қапшығы болады. Яғни терісі мен бұлшықеті бірігіп тері бұлшықет қапшығын құрайды екен. Солар арқылы қозғалады. Енді осы жануарлардың ішінде бір ерекше қозғалыс түрі бар. Ол реактивті қозғалу. Реактивті қозғалу дегеніміз, мысалға алатын болсақ, бұл медуза кальмарларға тән. Олардың денесінің ішіне көп мөлшерде сұйықтық су кіреді. Сол сұйықтыққа қысым түскенде ол ағзасы алдыға қарай жылжиды. Яғни реактивті қозғалады екен кальмар мен медузалар. Енді буын аяқтылар үлкен типия. Бізде бұлардан жамылғысы экзоқаңқа, хитиннен тұрады, сыртқы қаңқа болып табылады екен. Балалар, енді омыртқалы жануарлардың қозғалысын қарастыратын боламыз. Омыртқалы жануарларда бағана айтып кеткендей, бұларда эндоқаңқа, ішкі қаңқа екен. Бірінші балық. Балықтар жүзбе қанаттардың көмегімен суда еркін жүзеді. Балықтардың жүзбе қанаттарын келесі топтары бар екен. Біріншісі тақ жүзбе қанаттар, яғни бір-бірден кездесетін жүзбе қанаттар. Олар арқа, құйрық және аналь. Екіншісі жұп жүзбе қанаттар. Олар құрсақ және көкірек. Осы жүзбе қанаттардың көмегімен олар суда еркін қозғалады. Енді балықтардың судың қай деңгейінде болуын анықтайтын ерекше мүшесі бар екен. Ол торсылдақ деп аталады. Торсылдақтың ішіне ауа толған кезде оның салмағы жеңілдеп судың бетіне шығады екен. Торсылдақтың ішіндегі ауа азайғанда салмағы төмендеп судың астына түседі екен. Яғни торсылдақ балықтың қандай деңгейде болуын анықтайтын мүше екен. Екіншісі бұл қосмекенділер. Қосмекенділерді біз бақаның мысалында қарастырамыз. Бақаның қозғалыс мүшесі алдыңғы және артқы аяқтары. Алдыңғы аяғы қары және білек деген бөліктерден тұрады. Қысқа болады. Артқы аяғы сан мен тирақтан тұрады екен. Бақаның аяқтарының саусақтарының арасында жарғақтары бар. Сол жарғақтардың көмегімен суда да еркін жүзіп қозғала алады екен. Келесі бізде қозғалысты қарастырамыз, жорғалаушылардың қозғалысын. Жорғалаушылар өздеріңіз жақсы білесіздер, аяқтары қысқа немесе мүлдем болмайды. Сондықтан олар жер бауырлап жорғалайды. Сондықтан оларды жорғалаушылар немесе бауырмен жорғалаушылар деп атайды. Аяқтары қысқа немесе болмайды екен. Келесі бізде құстар. Құстардың ұшуына байланысты өте көптеген ерекшелігі бар екен. Яғни омыртқалы жануарлардың ішінде құстар ұшуға бейімделгендері. Құстардың алдыңғы аяқтары біріншіден қанатқа айналған. Екіншіден құстардың жамылғысы қауырсынды жамылғы. Яғни бұл денесінің салмағын азайтады. Үшіншіден құстардың сүйектері өте жеңіл болады, ішіне ауа толған. Бұл олардың ұшуына мүмкіндік береді екен. Төртіншіден құстардың қуығы болмайды екен. Қуық зәрді сақтайтын мүше, ал зәр сақталмай денесі салмағы ауырламайды. Осындай ерекшеліктеріне байланысты құстар ұшуға бейімделген екен. Келесі сүтқоректілер. Сүтқоректілер бұл алуан түрлі қозғалыс жасайды. Мысалы үшін жарғанаттар ұшады. Ал оларда мысалға алатын болсақ, бізде алдыңғы аяқтары мен артқы аяқтарының арасында тер қатпары бар. Және
Көртышқандар қазат алдыңғы аяқ қазуға бейімделген, киттер жүзеді, денесі жүзуге байланысты сүйір болып келеді, балықтар сияқты. Жылқылар жүруге бейімделген, яғни алуан түрлі қозғалыс жасай алады екен. Және бір айта кететін жағдай, осы жаңа кітаптарда айтылмайды, бірақ ескі кітаптарда айтылатын құстардың ұшуға байланысты денесінде ерекше төсінде қыртөс болады. Бұл қыртөске бүкіл қанаттағы бұлшықеттер бекитін болған. Осындай қыртөс сенсеңіздер жарғанаттарда бар екен. Яғни бұл ерекшеліктер әр жануардың өзінің тіршілік ортасына сай бейімдеп, оның қозғалысы да сол ортаға сай бейімделгенін байқауға болады. Сонымен біз 7-ші сыныптағы қозғалыс тарауын қарастырдық. Өздеріңіз сабақ ұғынықты болды деген ойдамын. Өсімдіктер еркін қозғалмағанмен, олар да қозғалысқа сай әрекеттер жасайды. Жануарлар еркін қозғалатындығын оқып білдіңіздер, таныстыңыздар. Сіздерден ұсынылатыны, алдарыңызға өздеріңізге берілген слайдты жазып аламыз, конспектлеп. Екіншіден, сіздерге берілген онлайн тест платформасындағы тестті өтеміз. Сіздерге сабақ ұнықты болды ғой деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.